Білім және ғылым министрлігі күзге дейін дуальды жүйеде дайындалуға тиіс кәсіптердің тізімін бекітіп бермек. Алдағы оқу жылынан бастап дуальды жүйеде маман даярлап жатқан оқу орындарының қатарына тағы 8 колледж қосылады. Бұл жүйенің басты артықшылығы теория мен тәжірибе біте қайнасқан. Оқушы аптасына 1-2 күн дәріс тыңдаса, қалған 3-4 күнде түйгенін тәжірибеде жасап, дағдылануы тиіс. Ол үшін арнайы өндірістік орталықтың болуы қажет. Қазір тек қана үлкен өндірістер, Қазақ мыс, Атампром сондай сияқты өзінің ішінде сондай орталықтар бар. Басқаларда жоқ, мүмкіншілік жоқ. Сол үшін біз меж производственный центр деп айтып жатырмыз ғой. Халықаралық сарапшылар пайымынша орталық ашып шеберхана жабдықтау тек іс басы. Германияда 360 кәсіптің бекітілген стандарты бар. Жаңа жүйені енгізу үшін алдымен озық стандарттарды қазақстандық жағдайға бейімдеу керек. Оқу мен тәжірибе ұштасқан соң емтиханды жұмыс беруші қабылдауы керек. Сонда ғана жұмыс беруші талап еткен біліктілігі бар маман нарыққа шығады. Түбегейлі өзгерісті заңнамалық тұрғыдан сүйемелдеу керек. Дуальды білім берудің құқықтық шеңберін әзірлеу керек. Оны сынама түрінде енгізген бірқатар кәсіпорындар тәжірибесіне сүйене отырып даярлаған жөн. Дуальды жүйені енгізіп көрген колледж бен орталық тәжірибелерімен бөлісті. Жалпы тың жүйені ілгерілетуге Самұрық-Қазына қоры үлес қосып келеді. Қор тобына кіретін 9 компания 39 колледжбен әлеуметтік әріптестік туралы келісім шарт жасасқан. Енді олар 28 мамандық бойынша қорға қажетті кадр даярлап беру керек. Дуальды жүйені енгізу үшін әдістемелік тұрғыда қамту міндетін Самұрық-Қазына корпоративтік университеті лайықты арқалап келеді. Бұл дөңгелек үстелде қанатқақты жобаларда дуальды білім беру жүйесін ұйымдастыру кезінде берік сақталу керек 5 негізгі қағиданы ұсынды. Біріншіден, колледждер мен кәсіпорындар ортақ әлеуметтік әріптестік туралы шарты бар терезесі тең серіктестер. Екіншіден, кәсіпорын колледж бен білім басқармасы арасында үш жақты келісім шарт болуы міндетті. Оқытудың бір бөлігі оқу орнында өтіп, онда студенттер теориялық білім жинайды. Екінші бөлігінде сол білімді өндірістік дағдымен ұштастыруы керек. Бұдан бөлек өндірістік кәсіпорындар студенттерге жұмыс орындарын бөліп, белгілі бір көлемде еңбекақы болмаса шәкіртақы төлеуі тиіс. Оқытудың өндірістік бөлігі табысты болу үшін тәжірибелі оқытушылар қажет. Бұл тұстың колледждердің оқыту бағдарламасына сәйкестендіріліп, келісілуі керек. Өйткені дуальды білім беру жүйесінің түпкі мәні маман даярлау жауапкершілігін оқытушы тарап пен жұмыс берушінің тең бөлісуі.